Салқын ауа райында адам ағзасының түрлі инфекциядан қорғанысы төмендейді. Қыс мезгілінде D витаминінің жетіспеушілігінің әсерінен адам ағзасына D витамині иммундық жүйеге қажет болғандықтан оның концентрациясы төмендеп, D витаминінің қоры азайып, иммундық жүйені әлсіретеді. Осыған байланысты басқа мезгілдерге қарағанда инфекциялық ауруларға қыс мезгілінде көп адамдар шалдығып жатады. Инфекциялық аурулардың әсерінен бізде түрлі асқынулар болуы мүмкін. Сонысымен бізде қазір қыс мезгілі өте қауіпті болып саналады. Яғни инфекциялық ауруларға біз гриппті жатқызуымызға болады. Оның асқынуынан болатын отит, гайморит, синусит және бронхитті жатқызуға болады. Сонымен бірге қуық, бүйрек ауруларын асқынуын жатқызуымызға болады. Әсіресе жүрек қан тамыр аурулары бар кісілерде осы суық мезгілде өте қауіпті болады, яғни қан тамырларының тарылуымен түрлі асқынулар болуы мүмкін. Сонымен бірге өкпе ауруларында қозулар болуы мүмкін. Тыныс алу жолдарының суықтауына байланысты түрлі өзгерістер байқалуға болады. Жалпы қазір қыс мезгілінде қандай аурулардың көп қозатынын, асқынатындығын айтып кеттік. Сондай ауруға бейімділігі бар науқастар осы мезгілде өте мұқият болуларыңызды сұраймыз. Яғни инфекциялық аурулардан сақтану үшін арақашықтықты сақтап, адамның иммун жүйесін көтеретін иммундық түрлі қосымша дәрумендерді қабылдап, яғни D витаминін, әсіресе С витаминін қабылдап, иммунитетіңізді жақсы көтеріп жүрулеріңізді сұраймыз. Сонымен қатар қоғамдық орындарда маска тағып, белгілі бір арақашықтықты сақтап жүрулеріңізді, ұйқыңызды қалыпты ұстап, көңіл күйіңізді жоғары ұстап жүрулеріңіз керек болып саналады екен. Осымен бірге түрлі инфекциялық аурулардың белгілері пайда болып жатса, өкпе тұстарыңыз ауырсынып, жөтел, температураның көтерілуі сияқты белгілер болып жататын болса, бірден дәрігердің көмегіне жүгінулеріңізді сұраймыз. Біздің парақшамызға кіріп, белгілі бір беттерде, яғни қандай витаминдерді қабылдаған кезде адам ағзасының иммун жүйесі көтеріледі, соның барлығын мөлшерімен жазылып қойған, кіріп өздеріңіздің қажеттілеріңізге алсаңыздар болады. Осы айтып кеткен қысқа мәліметтерді сіз туған туыстарыңызға, ағайындарыңызға бөліссеңіздер болады, және төменге комментарий жазып, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Сау саламатта болыңыздар.